Мына жерде өз еркімен келген қыз-келіншектерге және қолдаумен келген қыз-келіншектерге алғысымыз шексіз, себебі біз бұның барлығын ресми түрде хабар берген жоқпыз. Біз бұл хабарымыз жалпы айтамыз ғой, бүгінгі таңда барлығы социалдық желіге кетті. Осы желілер арқылы естіп келген қыздарға үлкен рахмет. В каждом районе есть женщины, которые активные, которые занимаются каким-то бизнесом, но в то же время они хотят помочь другим. Вот мы запустили программу «Скирана», даем гранты, помогаем оборудованием, бизнес привлекаем. Уже более 1000 таких мам получили поддержку. Мы их обучаем, юридическую консультацию даем, психологическую консультацию, поддержку даем. То есть по всем направлениям работа идет. Бүгін біз осы форумда біздің бағдарлама бойынша презентацияларды жасадық. Біріншіден іскер әйелдер залда отырып, олар бәрі жұмыс береді, бәрі біздің әйелдермен жұмыс істегенде үйретеді, қалай жинау керек, қалай отбасылық болу керек. Содан бүкіл бағдарлама бойынша бізде әйелдерге бақытты отбасы деген бағдарламамыз бар. Онда 2% төлеп, несиені алып, нарықтан үй сатып алуға болады. Іскер әйелдер жұмыс істегенде, олардың компаниясындарда 60% жұмыс істейтін адамдар, ол әйелдер. Сол бойынша біз Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бүгін осы іскер әйелдерге, кәсіпкерлерге жаңа бағдарламаны көрсетіп, презентация жасаймыз дедік. Сол әріптестерге бәріне айту керек, қандай қазір мемлекеттік бағдарлама баспаналық болу үшін жасап жатырмыз. Тағы да біздің банкте 60% 1,5 миллион салымшылардан әйелдер. Әйелдер жинағанда өте жақсы жинайды, және несие алғанда олар жақсы төлейді. Тұрақтай төлейді. Содан бүгін біздің іскер әйелдер, алматылық үлкен кәсіпкерлер бәрі қосылып жиналып жатыр. Сол жерде бүкіл Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі берген қазір бағдарламаларды көрсеттік. Вообще меня как гражданина, патриота очень радует, что у нас сейчас есть такие пространства, создаются такие пространства. Да, я являюсь членом Совета деловых женщин. Мне очень нравится эта инициатива. Дело не в гендерности, а в более узком направлении помощи, поддержки именно женского, да, населения. Как вы сегодня видели, какие спикеры, да, представлены. Форум действительно проводится второй раз, но этот раз он более активный. Здесь уже слышишь инициативы, вопросы, то есть какие-то результаты, вот у Медболтхана показала, да. И это, да, это полезно, во-первых, это поддержка, вот как разные судьбы, да, есть. И действительно женщина воспитана так, что вышла замуж и все, да. Но бывает так, что у Бога свои планы, у судьбы свои планы. И нужно быть всегда готовым, как бы, там, тех же детей, да, прокормить, там, как-то статус свой поднять, как-то в жизни не то чтобы не упасть, а быть готовой к сюрпризам и быть самодостаточной, самостоятельной, экономически независимой. А для этого нужно работать. Вот. В советское время это считалось тунеядством, да? То, что сейчас как бы поощряется. На самом деле, как бы, конечно, мечта каждой, да, надеть бантик и кисейной барышней сидеть на подушечках, но вот все работаем на нескольких работах.
Жалпы Алтын аймақ ұлттық дизайнерлер байқауы 2019 жылы өз бастауын алды. Бұл байқаудың ұйымдастырушылары болып Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы да болады және де іскер әйелдер кеңесі. Алтын аймақ байқауына кез келген адам қатыса алады, жеке тұлғаларда және де жеке кәсіпкерлер де қатыса алады. Жалпы біздің конкурста комиссия жұмыс жасайды. Комиссия өтінімдерді қабылдау және қарау барысында бірнеше критерийге қарайды. Бұл коммерциялық перспектива және де ұлттық нақышта болуы керек міндетті түрде. Былтыр жалпы байқауға 284 өтінім қабылдаған болатынбыз. Солардың ішінен іріктеліп 6 жеңімпаз таңдалынды. Әрқайсысы 1 миллион теңгеден ақшалай ұтыс алды. Биыл өтінімдер саны көп болады деп ойлаймыз. Бүгінгі өтіп жатқан іскер әйелдер кеңесінің форумы өте маңызды деп ойлаймын. Тек қана жеңіл өнеркәсіп саласына емес, жалпы бизнес қауымдастығына өте пайдалы. Мысалы, бүгін әкімшіліктің қатысуымен, банктердің қатысуымен көптеген қолдау шаралары ұсынылды бизнес тарапына.